Сәлеметсіздер ме, құрметті ұстаздар? Сіздерге қашықтықтан оқыту жағдайында Формс платформасында қалыптасушы бағалауды тест тапсырмасы арқылы ұйымдастыру туралы іс тәжірибемен бөліскім келеді. 5 сыныпта ғылымға кіріспе пәнінен күштің нысанға әсері тақырыбын өткеннен кейін сабақтың соңғы кезеңінде оқушылардың тақырыпты меңгеру деңгейін анықтау мақсатында тест тапсырмасын ұсындым. Бұл тест тапсырмасын Формс платформасында құрастырдым. Ол үшін алдымен Outlook почтасы арқылы Формс платформасына кіреміз. Создать форму батырмасын басу арқылы создать тест бөлімін таңдаймыз. Осы жерде тест тапсырмасының атауын жазамыз. Мысалға, күштің нысанға әсері. Енді осы тақырыптың жанына тақырыпқа қатысты сурет таңдасаңыз болады. Бұл суретті алдын ала изображение бөліміне дайындап қойыңыз. Суретті қойып болғаннан кейін выбор таңдау батырмасын баса отырып, біз тесттің бірінші сұрағын жазамыз. Сұрақты да алдын ала Word тапсырмаларына дайындауға болады. Немесе осы жерге бірден терсеңіз де болады. Мысалға, төмендегі мысалдардың ішінен пластикалық деформация мысалын анықтаңыз. Сұрақты жазып болғаннан кейін сұрақтың бірнеше тиісті жауап нұсқасын жазамыз. Жауап нұсқасы бірнеше болуы мүмкін. Мысалға, резеңкенің созылуы, серіппенің созылуы, жиыруы, немесе лақтырғаннан кейін мәліметтің сынуы. Тағы да бір нұсқа жазайын. Қалпына келуі. Міне бірнеше сұрақты жазып болдық. Енді осы сұрақтардың жанына дұрыс жауап нұсқасының маңына біз құстұмсық белгісін қоямыз. Қойдық. Осылайша біз бірнеше сұрақ тапсырмаларын жазамыз. Екінші, үшінші сұрақтарды жазып болғаннан кейін, олардың тиісті жауап нұсқаларын жазып белгілегеннен кейін поделиться батырмасын басамыз. Міне, поделиться батырмасының маңындағы 3 нүктені басамыз. Осы жерде параметры деген бөлім шығады. Осы параметры бөлімінде өздеріңіз көріп отырғандай могут отвечать пользователи из моей организации дегенде записывать имя, один ответ на человека деген жерге құстұмсық белгілері көрсетілген. Параметры ответов деген бөлге принимать ответы. Ары қарай кеттік. Уведомление деген бөлімге отправлять респондентам уведомления по электронной почте деген белгілерді көрсетеміз. Бұның барлығын жасап болғаннан Формста мен дайындаған тест тапсырмасы автоматты түрде сақталады. Осы тапсырманы алып, поделиться батырмасын басу арқылы сілтемені көшіріп оқушыларға
Teams бағдарламасы арқылы сабақтың үстінде жіберемін. Бұндай тест тапсырмалары оқушының сабақты меңгеруін анықтауға, тапсырманы орындау деңгейін көруге, бүгінгі өткен тақырыпты қандай деңгейде меңгергенін анықтауға мүмкіндік береді. Өздеріңіз көріп отырғандай, міне бір оқушының жауабы келді. Мұғалім осыны ашып, оқушының қандай деңгейде орындағанын көруіне мүмкіндік бар. Мысалға, келген тапсырманың жауабын көрейік. Міне, бірінші оқушымыз тапсырманың 60%-ын орындаған екен. Яғни, кез келген ұстаз өзінің оқушысының бағдарламаны қандай деңгейде меңгергендігін көре алады, қандай сұрақтардан қате кеткендігін көріп, мониторинг жасауға мүмкіндігі бар. Бұндай тест тапсырмасы қысқа ғана уақыт ішінде оқушының меңгеру деңгейін анықтауға, қиындық тудырған сұрақтарды көруге мүмкіндік береді. Құрметті ұстаздар, сіздерді жаңа оқу жылының басталуымен құттықтаймын. Мен ұсынған ақпарат сіздер үшін тиімді болды деп есептеймін. Назарларыңызға рахмет.